Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында қолда бар заттардан екі ғана заттан тұратын пирог даярлайтын боламыз. Үлкендерге және балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Дәмі керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге керек заттар: ұн, жұмыртқа, құмшекер, қопсытқыш және сгущенка қажет. Алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға саламыз. Үстіне 2 ас қасық толтырмай құмшекерді салып, алдымен баяу, одан кейінгі қатты қылып миксерлейміз. Миксерлегенде бізде осындай көбік пайда болады. Соның үстіне 80 немесе 70 грамм сгущенканы құйып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массаның үстіне 4 ас қасық ұнды және жарты шай қасық қопсытқышты салып, қоюлау қылып қамыр жасаймыз. Тым қою, тым сұйық болмауы қажет. Дайын болған массаны пергамент қағазы төселген ыдысымызға құямыз. Алдын ала пешті 150-200 градуста қыздырып алып, 180 градуста 15-10 минутта пісіріп аламыз. Дәл сол әдіспен екінші бөлігінде даярлайтын боламыз. Яғни 2 дана жұмыртқа, шекер, сгущенка, ұн, қопсытқышты салып, екінші коржды пісіріп аламыз. Корждарымыз піскеннен кейін оны дөңгелек қылып кесіп аламыз да, арасын осылайша 2 бөлікке бөлеміз. Сол кезде бізде 4 корж пайда болады. Ал енді пирогты жинақтаймыз. Ол үшін бізге қаймақ пен вареная сгущенка қажет. Екеуін бірге араластырамыз. Араласқан массаны әр корждың арасына жағып шығамыз. Қаймақ пен вареная сгущенканың қанша кеткенін описание бөліміне толығырақ жазып кететін боламын. Осылайша әр коржды жинап шығамыз. Ал ең үстіңгі бөлігіне бұл салманы жақпаймыз. Ең үстіңгі бөлігіне құр қаймақтың өзін жағамыз және де жанына да сол қаймақты жағып шығатын боламыз. Қаймаққа ешқандай да шекер салмадым. Құр қаймақтың өзін шетіне және бетіне жағып шықтым. Ал енді әсемдеу үшін бізге шоколад және май қажет. Аздаған май мен шоколадты бірге микроволновкада ерітіп аламыз да, осылайша қарапайым қасықпен бетіне жүргізіп шығамыз. Және де жанымен видеода көріп тұрғандарыңызды істесеңіздер, осындай керемет торт шығады. Осымен біздің қарапайым үйде жасалған пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айкони Фудқа тіркеліңіздер. Ас болсын!